Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге тортқа ең қажетті заттарды айтатын боламын. Сіздер де торттар әдемі болып шығу үшін барлығын граммен өлшеп нақты жасайтын боласыздар. Таразы ең қажетті зат. Және де сливки, кремдерді істеуге, қамыр илеуге осындай шұңғыл ыдыстарымыз өте ыңғайлы. Әсіресе кремдерді жасағанда. Ең арзан қарапайым осы скарлетпен де торттарды жасауға болады. Мен 7-8 жыл дәл осы миксерді пайдаланған болатынмын. Кремдеріңіз барлығы жақсы болып шығады. Екінші түрі планетарный миксер. Бұл қолданылғанға өте ыңғайлы, бірақ та кремдеріңізде қолдың миксерімен жақсы шығады. Түрлі пирогтарды, торттарды пісіруге осындай арнайы формалар. Астына фольга төсеп, осындай кольцаларды өзіңіздің размеріңізге келтіріп пайдалансаңыздар болады. Және пирог пісіруге арналған формалар. Бұл формаларда ешқандай пирогтарыңыз жабыспайды. Бұл формалар 16, 20, 24, 26, 28 болып келеді. Астары осылай ашылады. Пирог пісіруге өте ыңғайлы. Песочный пирогтардың қамырын жайып алып, дәл осылай кесіп бетіне қойсаңыздар, өте оңай әрі сәнді көрінеді. Беткі бөлігіне жұмыртқа жағуға осындай кисточкалар өте ыңғайлы. Торттың бетін тегістеуге әртүрлі размерімен осындай арнайы құрал болады, пайдалануға өте ыңғайлы. Көптеген пирогтарда түрлі сұйықтықтарды араластырғанда осындай қолдың венчиктері өте ыңғайлы болып келеді. Торттың бетін тегістеуге осындай пластмассалы арнайы құрылғылар бар. Бұның темір түрі де бар, екеуі де өте ыңғайлы. Торттар мен пирожныйлардың беткі бөлігіне глазур жасауға немесе шоколад құйған кезде осылардың үстіне пирожныйларымызды қойып, төбесіне сұйықтықты құйсаңыздар өте ыңғайлы. Тепловный коврик деп аталады. Штугы бір беті 600 теңгеден сатылады. Кондитерлік дүкендерде пісіргеннен кейін жуып алып, қайта екінші рет пайдалансаңыздар болады. Асты жабысып қалмайды. Бұл түрлі корждардың бөлек пісіретін торттарда өте ыңғайлы. Және де осындай силиконовый ковриктерде пісіргенге өте ыңғайлы, асты жабыспайды. Түрлі тәттілерді, қамырларды жайып алуға осындай силиконовый коврик өте ыңғайлы. Торттардың астына қойылуға осындай подложкалерді қоямыз. Бұл көлем жағынан қаттылау болады және де қолданғанға ыңғайлы. Торттарымызға бетіне крем жаққан кезде осының бетіне қойып, айналдыра отырып, торттарымызға кремімізді жағып аламыз, өте ыңғайлы. Пластмасс түрі де бар, бұдан бірнеше есе арзандау. Кондитерлік дүкендерде сатылады, бағасы 1000-1200 теңге шамасында. Мини пирогтарды, тарталеткелерді дайындағанда осындай ыдысымыз өте ыңғайлы. Бупи пай тортының коржына, бетіне глазур жасауға және де басқа да торттарға, выпечкаларға дәл осы Қазақстан шоколадын пайдалансаңыздар, күшті болып шығады. Сіздерге кеңес беремін. Торттың бетін тегістеуге арналған құрылғымыз өте ыңғайлы болып келеді. Бұл құрылғы бенто торттарға өте ыңғайлы, бетіне сурет салуға. Торттың бетін сәндеуге арналған осындай молдтарымыз бар. Ішіне мастика немесе шоколад құйып, өзімізге керекті форманы жасап алып, торттың бетін сәндеген кезде өте әдемі болып шығады. Тортты тегістеген кезде немесе крем жаққан кезде осындай мешоктарды пайдаланамыз. Бұл көп реттік жуып пайдаланатын мешоктар және де бір реттік пайдаланып тастасаңыздар болады, одноразовый. Силиконовый лопаткалер. Бұл да ең қажетті құралдардың бірі. Түрлі кекс рулеттерге арналған силиконды формамыз. Капкейктерге арналған осындай формамыз және де көптеген басқа түрлері бар кондитерлік дүкендерде. Миндальный және де арахистің осындай слайсылары бар. Торттың бетін пирогтардың бетіне сәнденге өте ыңғайлы. Осы формаларға алфавитке шоколадты құйып, қатырып, өзімізге керекті форманы жасап алсақ болады. Тортты сәндеуге өте ыңғайлы. Және ең керекті зат бұл насаткілер. Торттың бетіне осындай гүл жасап сәндеуге арналған. Таза өнімді пайдалансаңыздар, торттарыңыз жақсы шығады. Осы Колебау шоколады ең таңдаулы, ең дәмді шоколадтардың бірі. Және торттар мен пирогтардың астына қағаз осындай подложкалер болады. Бір реттік пайдалануға арналған, түрлі размермен болады, өте ыңғайлы. Тортымызды сәндеуге, әріптерді, осындай кез келген заттарды сәндеуге кондурин пайдалансаңыздар болады. Торттың бетіне себуге осындай түрлі түсті посыпкаларды
конфеттерді пайдалансаңыз болады. Осындай бір реттік торттың қораптары сәндеу үшін, әдемі көріну үшін ленталармен байлап береміз. Торттың корждарын немесе кремді өзгерту үшін осындай красительдер. Кейбір торттарға карамель немесе басқа да глазурь жасауға осындай градусниктерді пайдаланамыз. Осындай ацетатный пленка деп аталады. Биік торттарды жасағанға өте ыңғайлы. Рет қолданып, одан кейін жуып пайдалансаңыздар болады. Комментарий бөліміне сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Тортқа ең керекті заттарды тізіп жазып беремін. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.